армысыздар, тәуелсіздік пен достықтың туын тіккен, елдің ертеңгі күнінің еңселі ұрпағын саналыққа тәрбиелеп жүрген ұстаздар қауымы. Алдарыңызда бүгін білім мен білік сыналар заманда шәкірттерін білім мен тәрбиеге қатар шыңдап жүрген шығармашыл ұстаз, Атырау облысы Құрманғазы ауданы Жұмекен ауылындағы еңбекші жалпы орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі, педагог шебер, филология магистрі Амирханова Сара Бекетқызы. Педагогтың әр қадамы оның тұлғалық қасиеті мен кәсібилігін көрсетеді. Шеберлік мектептегі тәрбие мен білімнің өзгерістер айнасы. Үйрену, тану, қолдану, бағалау. Менің кәсіби жетістіктерім ізденісімнің тынысы. Шәкірттерімді шыңдау жолындағы қуатты энергия көрінісі. Қазақстан мұғалімі 2021 байқауына қатысқан болатынмын. Осы байқауда жіберген жұмыстарым үздік деп танылып, шағын ғана ауылда тұрсам да өзімнің еңбегімнің бағаланғаны үлкен қуаныш болды. Міне сол 1 миллион теңге ұтқан өзімнің кабинетіме осы заттар келіп жатыр. Өте қуаныштымын. Болашақта да осы сайысқа қатысуға әріптестеріме өзімнің көмегімді тигіземін деп айта аламын. Қоғамдық маңызы бар бастамаларды қолдау қорының бастамасымен, Самұрық Қазына Трас қайырымдылық қорының қолдауымен осындай үлкен республика бойынша осындай мүмкіндік жасағандарыңызға үлкен ризашылық білдіреміз. Менің мектебім мәңгілікке жүрегімде. Менің кәсібіме деген құрметім шәкірттеріме беретін білім мен тәрбиеден бастау алады. Білімдіден шыққан сөз талаптыға болсын кез деп Ұлы Абай айтқандай, ұстаз әрқашан білім мен ізгілікті алға қоятын тұлға. Қазіргі таңда сапалы білім қарқынды дамудың басты шартына айналды. Біз қазіргі заманның жаңаша талаптары мен үрдістеріне әрқашан сай болуымыз керек. Бұл үшін бір орында тұрып қалмай, ілгері жылжу басты мақсат болуы тиіс. Сондықтан білімі терең, ойы озық ұрпақты тәрбиелейтін мұғалімдер қауымына зор жауапкершілік жүктеледі. Мұғалім өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді тоқтатысымен оның мұғалімдігі де жойылады дегендей, біз ұстаздар қауымы өз білімімізді жетілдіріп, уақытпен бірге қадам басу үшін үнемі дамып, кәсіби шеберлігімізді шыңдап келеміз. Үйрену педагогтың акты құзыреттілігінің жоғары болуы және жаңаны үздіксіз үйренуге болатындығын ұғынуымыз керек. Тану, сол үйренген білімді танып, зерттеп, оқушының болашағына пайдасы тиетіндей құзыреттіліктерді меңгереміз. Қолдану, өз пәнімде заманауи акты құралдарын тиімді қолдана отырып, дәстүрлі оқытуда қызығушылықтарын оятып, өз бетімен білім алудың маңыздылығын ұғындыра білу. Бағалау, акты мүмкіндігін пайдалана отырып, оқушыларды шынайы бағалау, педагог ретінде өз уақытын басқара алатын құзыретті педагог болуды іздену, білім алу. Назарларыңызға рахмет.